Ассалаумағалейкум. Біз енді кезекті видеомызда графиктің ішіндегі болып жатқан терминдермен, атаулармен деген сияқты нәрселерді түсіндіріп айтамыз. Бізде ең бірінші графикті ашамыз. Барлығымыз білетін линия болсын, свеча болсын, бар болсын, үшеуінде де бізде көзге көрінетін, яғни бізде қазір тренд бар, одан кейін флет бар, одан кейін тренд бар. Қайттан түсеміз, флет бар, одан кейін тренд бар. Бізде өсіп баратқанда біз не істейміз? Лонговый дейді. Бұл енді жоғары өсіп баратқан бағаны лонговый тренд деп біз трендтің линиясын мысалы белгілеп қоя аламыз. Ол стандартында барлығында бар, брокерде мысалы осындай нетмен линиямен белгілеп қоямыз. Бұл өсіп бара жатқан тренд дейді оны деймін. Ол қозғалысы бар нәрсе. Ол М+ болсын, М+ болсын, басқаша болсын, ол бір орнында тұрған жоқ, бір керекті сумманың ішінде. Бұл тек қана өсіп бара жатқан нәрсе, бұл тренд. Ал енді келесі бізде тұрғанымыз, ол бізде флет. Енді тренд деген не үшін? Ол өссе де түссе де не үшін? Осы нәрсені түсіндіріп айтып кетейік та. Трендте өсіп баратқан болса, значит, бұл жерде объем, свободный объем бар деген сөз, и оған байланысты спрос та бар деген сөз да. Спрос болғаннан кейін бұл не істейді? Өсе береді. Объем бар, спрос бар, ол өсіп кете береді. Определенный бір уақытта тұрып қалмайды бұл деген. Бұл өсіп кете береді, пока спрос тоқтамайынша. Немесе свободный контракт рыноктен алынбайынша бұл өсіп кете беретін нәрсе. Бірінші варианты бұл. Екінші варианты, ол үлкен игроктардың қойылған лимитный зона, немесе ордер дейді. Ордерный зона болатын болса, ордер, мысалы мен осындай суммаға келген кезде мынаншалықты объемды мен сатам, немесе сатып алам деген ұсыныс рынокке түспейінше, әрине ол бізге қатысы жоқ, ол үлкен игроктардың ісі, бұл рынокпен басқарып отырған адамдардың ісі. Сол себептен бұлар сондай ордер түспейінше рынок не істейді? Өспейді, не қимылдамайды, не қоймайды да. Ол бір орнында тұрып қалады, бұл флет сияқты. А тренд болғаннан кейін бұл бағада, яғни дәл осы флетке дейін бұл жерде бір ордер болды, немесе так, мынаған дейін да, бүйтіп қойын да. Так. Ордер болды, немесе так, осы бағаға дейін бізде не болды? Ордер болды, немесе бір лимит болды, лимитный заявка болды бұл жерде отырған. Сол себептен спрос көбейгеннен кейін несе цена трендіне түсті да кете берді. Осы ценаға дейін барды, и осы ценадан кейін флетке түсті ма? Бұл неседі заявка алынды, немесе рынокке уже сауда-саттыққа кірісті деген сөз. Енді бұл лонговый ордер ма, немесе шартовый ордер ма, оны ешкім білмейді. Өйткені біз рынокке барғаннан кейін ситуацияға байланысты болғаннан кейін біз не істейміз, түсінеміз енді. Енді ол цена дальше өсуін или өспеуін, осы цена келгеннен кейін барып ордер лонговый buy stop сияқты өзімен бірге алып кету үшін қойылды ма, или алып кетпеу үшін қойылды ма, біз осы флеттің ішінде не істейміз, анықтау керекпіз. Ендігі біздің терминология флет. Оны біреуді накопление дейді, біреуді басқа да айтатын нәрселер көп. Бұл екі бір ценаның ортасында цена тұрып қалу. Бұл зона бір определенный. Енді осы күнге шейін біздер флет дейміз, бірақ флетті қайдан пайда болатынын, не үшін пайда болатынын біздер білмейміз да. Флет деген нәрсені айтатын болсаң, біреулер жаңағыдай накопление, объем жиналып жатқан жер дейді, әркім әртүрлі айтатын нәрсе да. Жоқ, бұл на самом деле бұл жерде екі зонаның ортасында бір определенный жаңағы дөкейдің бір өзінің сауда-саттық жасайтын ценасы, сол жерде объемды қанша көп жасаса, соншалықты өзіне пайда болатын болғаннан кейін, ол не дейді, лимит бағамен екі жақты ценаны ұстап отыра береді. Біріншісі ол несі біздің түсіндіргіміз келетін теориясы. Екіншісі, цена искусственный емес, цена өзі мәжбүрлі түрде осы флетте қалып қоятын болады. Неге? Кезінде кірген игрок ордермен немесе лимит бағамен күтіп алған игрогымыз, то есть заявкамен, лимит бағамыз, заявкамен күтіп алған игрогымыз, ол дальше ценаның өсуін қалайтын болса, бірақ оған определенный уақыт керек болады. Өйткені ол кезде, сол сағатта, сол сессияда, болмаса сол минутта болсын, не істейді? Объем жоқ, свободный объем. Вот флет сол үшін пайда болады. Екінші түсінігі, ол дұрыс түсінігі, то что шынында да объем болмаса, бірақ бұл игрокқа астына түсу выгодно емес болғаннан кейін, ол несет өзінің лимит бағасымен ценаны көтеріп тұра береді. Келген сайын көтеріп тұра береді ценаны. Сол үшін ол не болады? Көтереді, бірақ цена асалмайды. Неге? Свободный контракт әлі рынокке құйылған жоқ. Немесе dark pool'дан келу керек, немесе ол шынымен де өзінің бос бар контрагын рынокке бір жақсы игрок құю керек. Айтқанда шығару керек. Сол себептен не болады? Бұнда бізде флет деген нәрсе пайда болады. Енді дәл осы біздің сызған фигурамызда не нәрсе болды? Бұл жерде, значит, не бар дейміз? Бос контракт пайда болған кезі, сол уақыты. Бұл жерде сол уақыты не пайда болған. Оған дейін цена, хоть қандай объеммен кірмеңдер, ол цена өспейді. А бірақ мына игрокқа
түсу выгодно емес екенін түсіну ол бір білім жатқан. Сол себептен біздер не істейміз? Трендті апеллять еткеннен кейін флеттен бастап біз не істейміз? Шешім қабылдамаймыз, сразу шорт деп болмаса да басқа нәрсе деп. Флетті өткіземіз, флеттің выносын күтеміз, выныстан кейін тағы шешімін қабылдаймыз, одан кейін барып біз не істейміз? Жұмыс істеу керекпіз. Дәл сондай игроктарды табу, ол флетке түскен кезде біз табамыз трендтен кейін, одан кейін барып шешім қабылдайтын кезде осы тұрған игроктарға дальше лонг выгодно ма немесе шорт выгодно ма екенін біз анықтау үшін не істейміз? Уақытпен күтеміз тек қана. Бұл игрокқа лонгқа кету екенін біз қашан түсіндік? Қашан флетке түсінді? Лимит бағамен ценаны қайта көтеріп тұрғаннан кейін біз түсіндік, бұл игрок пока лонгқа керек ценасына бармайынша бұл рыноктен шықпайды ешқашан. Деген сияқты бізде сабақ бүгін. Бұл соның керісінше түрі. Тренд шортқа кетті, флетке түсті, то же самое бір жерде бір игрок күтіп алды. Ол игроктың объемы, керекті объем торговля жасап болғаннан кейін цена не істеді? Выносқа кетіп қалды. Немесе трендпен дальше жағаласып кетіп қалды деп айтамыз. Тағы да басқа бізде терминдер. Енді классикалық түрде біздерде көп терминдер айтыла беретін болса, бұл жерде жаңағындай паттерн деп айтсаңыз, флажок дейді, болмаса жаңағы головая плечи дейді, тағы да мысалы двойной дно, двойной вершина деген сияқты нәрселер айтыла береді ондай нәрселер. Ол просто бізге деген не, ол паттерндер бізге көзіне көрінетін деген сияқты, ол свечной анализге жатады, немесе тоже графический алгоритмге жатады деген сияқты нәрселер олар. Ал на самом деле түсінік шындығында келетін болсақ, тренд не үшін пайда болғанын біз білдік, флет не үшін болатынын бізде тағы толығымен түсінікті деп ойлаймын.